Осылай таң атпай Гаухар екеуміз базарға келіп қалдық. Осындай бір кожаный салон күшті такси, әдемі такси екен. Осылай видеоға түсіріп алып келдік те сразу маталарға кіріп кеттік. Мына маталардың бар ғой, бірінен бір өтеді, көзін жауын алады. Но біздер ана шарф тағып жүр ғой, Луи Виттон. Сондай шарф, осылардан жасайды ғой дедім шарфтарды. Тап солардың материалы метрі 4,5 теңге екен. Мен қызық кеттім жаман. Осындай сары Луи Виттонда бар екен. Өшем дейтін шарф керек болса алып таға беруге болады. Өзің қолдан жасап алып тағып жүруге болады екен. Матаның дейтін нағыз отаны мына жер дейтін. Мен соң келінім айтады, Айнұрапа, қарашы, күшті матаның түрі бар. Жоғарыдағы маталарды қарашы. Мен ондай маталарға көп қызықпаймын екен. Мен обычный андай шыт мата, андай штапель маталарға, сондайларға қызығам екен. Андай жылтырақ, мылтырақ, андай бірдеңе шірдеңе қыртым-сыртым деген маталарға көп қызыға бермейді екенмін. Мен келінім өзі қол шебер, өзі қолдан мата алып, неше түрін тіге береді. Содан кейін ол маталардың несіне ажырата алады. Қайсысы қандай көйлекке барады деген сияқты. Одан кейін мен жердегі маталардың дейтін нелері бірінен бір өтеді, әдеміліктерін өр қара матаға көзім түсіп кетті. Мыналардың материалдары андай шыт бар ғой. Енді Ақтау дейтін нағыз матаның отаны десем артық айтқан емес. Мына жерде қызым айтады, мама, ана көйлек бір мата ұнап қалған өзіне, содан көйлек тігуге мата алайықшы деп. Сосын мен айттым, қызым, жарайды, біздер келесі келген кезде міндетті түрде матаға арнайы келеміз. Біздер себебі сенің еміңе келгеннен кейін біздер ақшаның бәрін, финанстың бәрін сол емге жұмсағаннан кейін менде артық пока ақша жоқ деп қызымды көндірдім. Бірақ енді маталарды бәрін қарап көріп кеттік. Мына маталардың баяғы тап осы матадан менің анашымда осындай осы материалдан көйлек болған болатын. Біздің бала кезімізде соны айтып жатырмын келініме. Мына жерде келінім айтады, өзінің апатайы бары сауда жасайтын, соның бутегінде осындай манағы көк жылтырдан не болды деп, юбка сатты деп. Содан дейтін, маталардан әдемілігіне көзіміз тоймай тұр мына жерде дейтін. Енді мына жерде дейтін бар, бұдан да енді басқа бутиктерін біз аралап көрмедік, бар шығар енді бұдан да күшті әдемі маталар. Біздерге осының өзі, осындағы әдеміліктің өзі біздерді көзімізді тойдырмай тұр. Одан кейін барып, жарайды деп қызым айттым, бір 2 метрде штапель алайық, саған пока үйге киюге, неге сол штапельден үйге киетін жеңіл мата алайық деп содан алдық. Одан кейін мынандай нелерге келдік, шапандарға келдік, қазақи нақыштағы. Өте керемет, бағалары да керемет, енді тренд. Мен бірақ арзан қолжетімді бағада өзіме осындай бір шапан алдым. Оны көрсетемін сіздерге арда міндетті түрде. Мына шапанға мен өте қатты қызықтым. Алдында осындай тастармен көмкерілген, өте әдемі, бірінен бірі өтеді. Көзің жауын алып, мен мұндалап тұр. Осылай базарымызды аралап, мына жерде келінім мына сары шапанға қызығып қарап тұр екен. Бағасын сұрап қалсақ 45 мыңдікі дейді, скидкамен 32 мыңға беремін деді. Сонымен мен көп ойланбастан 10 мыңға өзіме әдемі тәп-тәуір шапан сатып алдым. Оның да материалы да, цветі де өзімнің көңіліме ұнады. Оны міндетті түрде сіздерге киіп, осылай көрсететін боламын видеоға салып. Одан кейін шалыма да бір жакет алдым, қазақи нақыштағы. Екеуміз наурызда бірге оюлы шапанмен бірге жүрейік деген оймен.